Психологтың айтуынша, майда әріптермен жазатындар үнемшіл әрі тұйық келеді. Дөңгелетіп жазатындар қарым-қатынасқа тез түседі. Кез келген әріптен қыр шығарып жазатындар өзімшіл келеді. Домалық әріптер пайдаланатындар мейірімді болады дейді психологтар. Графология адамның жазуы арқылы оның мінез-құлқын, ерекшеліктерін анықтайтын психологияның бір саласы. Бұл сала кейде жазу арқылы танып білу деп те аталады. Адамның мінез-құлқы да әртүрлі. Мұны тек жазу арқылы ғана емес, сондай-ақ жүріс-тұрысы, сөйлеген мәнерінен де байқауға болады дейді психолог. Айтуынша, бұл сала әлі күнге дейін зерттеліп келеді. Дей тұрғанмен, адамның мінезін білу үшін, психикасына үңілу үшін әрбір психолог маман интуицияны да пайдалануы керек. Кез келген психолог графолог бола алмайды. Адамдардың мінезі әртүрлі болатыны секілді, жазуы да бір-біріне ұқсамайды. Жазуларды қарап отырсақ, бір адамның 2 күнде жазғаннан айырмашылық байқауға болады. Себебі бұл адамның көңіл күйіне де байланысты. Соған қарамастан бір қалыпты өмір сүретін адамдардың жазуы еш қашан өзгермейді дейді. Ал сіздің жазуыңыз аталғандардың қайсына жатады? Бірақ біздің айтайын дегеніміз ол емес. Бүгінгі тақырып мен көрген жоқ, сізде ең алғаш көргелі тұрған Қазақстандағы ең әдемі жазу десем жаңылысқаным емес. Жазуы тақтаға жазса да, параққа жазса да, дәптерге жазса да, тіпті көзін жұмып жазса да, бірыңғай біркелкі әрі түп-түзу мірдің оғындай қасқайып тұрған болашақ әріптесімнің жазуын көрсеткім келеді. Бір ерекшелігі сол, ол үнемі мұғалімдер лекцияны тез оқыса да, дәптеріне барлығын уақытында дәл әрі түсінікті жазады. Бұны да талант демей не деуге болады? Оның тіпті жұмыс дәптерлеріне қарасаң, мұғалімнен бастап қасындағы жора жолдастарына дейін таңырқайтыны жасырын емес. Кей мұғалімдер бұндай жазуды өнер деп бағалап, жазған жұмысы үшін бөлек балы қойып бағалап жататын кездер де аз болмады. Осы дүниелерді ескере келе, болашақ әріптесімізге мынадай сұрақтарды жаудыра бастадық. Осындай жазудың сыры қандай? Болашақ әріптесім қандай да курсқа қатысты ма екен? Әлде ешкімге айтпайтын құпиясы бар ма? Тіпті бұл да тұқым қуалайтын дүние ме? Әлде расымен құрбымның мінезінің көркемділігі көзі мен жүзінен бөлек жазуынан да көрініп тұрма? Ол жауапты қысқа қайырды. Болашақ әріптесіміздің айтуы бойынша, мектеп қабырғасынан бері оның жазуы еш өзгермепті. Қаламды ұстауы сәл өзгешелеу, әрі дәптерге әдемі түсу үшін қою қаламмен жазады екен. Және солақай екендігі тағы да бар. Міне, ұстаздан шәкірт озар демекші, мұндай білімді, сауатты әрі көркем жазатын жан-жақты жас маманның шәкірті болғанның бағы беселі деп есептейміз. Себебі айтуы да, жазуы да көркем жанның жанарына қарап-ақ ұғынатын, үйренетін дүние көп емес пе? Міне, осындай келешекке кемел біліммен ұмтылған ұлағатты ерекше жандардың қатары қалыңдамаса, бүгін де азайған емес. Жазуы да, сөзі де, өзі де жан-жақты маманды міне, нағыз әмбебап мұғалім деуге келетін секілді. Солай емес пе? Сіз қалай ойлайсыз?